Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге компьютерлік инженерия кафедрасының сеньор лекторы Талпақова Балжан Әуесханқызы. Курстың атауы үлгіні тану негіздері. Бүгінгі біздің 5-ші дәрісіміздің тақырыбы OpenCV кітапханасына кіріспе. Курсымыздың жоспарына тоқталатын болсақ, OpenCV кітапханасына кіріспе және OpenCV мүмкіндіктері және орнату жолдары, оның негізгі маңызды функцияларына тоқталатын боламыз. Ең алдымен осы OpenCV дегеніміз не, ұғымына жалпы шолу жасап өтейік. OpenCV, Open Source Computer Vision Library, ашық бастапқы коды бар компьютерлік көру және машиналық оқыту кітапханасы. Ол бізге суреттер мен видеоларды өңдеуге, объектілерді, беттерді және тіпті қол жазбаларды анықтауға мүмкіндік береді. Нақты уақыт режимінде өңдеуді және жасанды интеллектпен біріктіруді, мысалы, объектілерді анықтауды қамтамасыз етеді. Ең алғашында оны Intel компаниясы әзірлеген болатын. Қазіргі кезде OpenCV қоры және көптеген үлес қосушылар қауымдастығы қолдайды. Жалпы OpenCV-ді әзірлеушілерге кескіндер мен бейнелер сияқты визуалды деректерді тиімді өңдеуге және талдауға мүмкіндік береді. Ол Python, C++, Java сияқты бірнеше бағдарламалы тілдерін қолдайды және де барлық негізгі операциялық жүйелерде жұмыс істей береді. OpenCV BSD лицензиясы бойынша шығарылған, сондықтан оны академиялық та, коммерциялық та мақсатта еркін қолдана береді екен. OpenCV-дің тарихына тоқталатын болсақ, OpenCV 1999 жылдан басталады. Сол жылы Грей Блатский жетекшілік еткен Intel зерттеушілер тобы ашық кодты компьютерлік көру жүйесін құру жобасын бастады. Олардың негізгі мақсаты әзірлеушілер мен зерттеушілерге компьютерлік көру саласын дамытуға мүмкіндік беретін ортақ платформа жасау болды. 2000 жылдан бері OpenCV-дің алғашқы нұсқасы жарыққа шықты. Ол кең алгоритмдер жиынтығымен және ашық кодты болуымен компьютерлік көру қауымдастығының назарын аударды. C және C++ тілдерінде жазылған бүкіл кітапхана тез арада компьютер көру саласындағы маңызды құралға айналды. Даму кезеңдеріне тоқталатын болсақ, 1999 жылдан жылы Грей Блатский бастаған Intel зерттеушілер OpenCV жобасына іске қосылды. Бұдан 2000 жылы OpenCV-дің алғашқы нұсқасы шығып, кең алгоритмдер жиынтығымен танымал болды. 2006 жылы OpenCV 1.0 нұсқасы жарыққа шығып, жаңа мүмкіндіктер өнімділіктің артуымен жақсартылған құжаттаманы ұсынды. 2008 жылы OpenCV 2.0 модульді құрылымы енгізіліп, Python және Java тілдерінде қолдауға қосылды. 2015 жылы OpenCV 3.0 терең оқыту, яғни Deep Learning қолдауын күшейтіп, камера калибрлеуін жетілдіреді және де көп ядролы жүйелерде өнімділікті арттырады. 2018 жылы OpenCV-дің 4.0 нұсқасы пайдалануға ыңғайлылық пен өнімділікке бағытталып, жаңа API, заманауи аппаратты қолдау және терең оқыту мүмкіндіктерін дамытады. OpenCV-дің қауымдастығының бірлескен еңбегі бұл кітапхананың дамуына үлкен үлес қосып, оны компьютер көру саласындағы кең таралған және маңызды құралдарының біріне айналдырды. Бұл суретте OpenCV-дің мүмкіндіктері берілген, яғни OpenCV немесе жалпы бағдарламалау құралдарының 5 негізгі артықшылығы көрсетілген. Олар бірінші OpenCV Open Source, яғни ашық бастапқы код, одан кейін Fast Speed, жоғары жылдамдық, Easy to Integrate, яғни интеграциялау оңай, Easy of Coding, код жазу жеңілдігі және де Fast Prototyping.
яғни жылдам прототипті жасау негіздері. Бұл мүмкіндіктердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, ашық бастапқы код, яғни бағдарлама коды ашық, яғни оны кез келген адам тегін пайдаланып, өзгертіп дамыта алады. Екінші, жоғарғы жылдамдық. Бұл жерде жүйе деректерді сурет, видео түрінде өте тез өңдейді. Бұл әсіресе нақты уақыттағы тапсырмалар үшін маңызды. Үшіншісі, интеграциялау оңай, яғни easy to integrated. Бұл жерде басқа жүйелермен, яғни кітапханалармен немесе жасанды интеллект модельдерімен оңай біріктіріледі екен. Төртінші мүмкіндігі easy of coding, яғни код жазу жеңілдігі. Қолдану қарапайым, түсінікті функциялары бар, сондықтан код жазу бұл жерде өте жеңіл. Бесінші, соңғы негізгі мүмкіндігі ол бізде fast prototyping, яғни бұл жерде идеяны тез тексеріп, жұмыс істейтін алғашқы нұсқасын, яғни прототипін жылдам жасауға мүмкіндік береді екен. Осындай 5 негізгі мүмкіндіктерді қарастыруға болады. Келесі, біздегі OpenCV-дегі негізгі бағыттары, яғни бұл суретте бізде OpenCV кітапханасының негізгі қолдау бағыттарын, яғни көрсететін инфография берілген. Ортадағы тұрған суретті айтатын болсақ, ол OpenCV-дің библиотекасы, яғни кітапханасы. OpenCV-дің компьютерлік көру саласындағы 8 негізгі бағыт болып көрсетіледі. Бірінші бағыты imaging processing, яғни кескінді өңдеу. Бұл жерде суреттерді өңдейді, сурет сүзгіден өткізу, жарықтықты өзгерту, шуды азайту және тағы да басқа жұмыстар жасайды екен. Екіншісі, feature detection and matching, яғни ерекшеліктерді анықтау және сәйкестендіру. Суреттерді маңызды нүктелерден, яғни бұрыштары бар шеттерін тауып, екі суретті салыстыру болып табылады. Үшінші, object detection, яғни нысандарды, объектілерді анықтау. Суреттен адамды, заттарды немесе объектілерді табу болып табылады. Төртінші, геометрия, 3D модельдеу, өлшеу, кеңістікпен байланысты есептеулер жүргізу. Бесіншісі, machine learning, машиналық оқыту, деректер арқылы модельдерді үйретіп, объектілерді тану. Алтыншысы, видео анализ, яғни бейне талдау. Бұл жерде бейне ағындарын өңдеу, қозғалысты бақылау, кадрларды талдау жұмыстары жүргізіледі. Жетіншісі, GUI tools, яғни графикалық интерфейс құралдары болып табылады. Бұл жердегі терезелер ашу, суреттерді көрсету, интерактивті қосымшалар жасау деген жұмыстар жүргізіледі. Ең соңғы бағытымыз ол бізде интеграция, яғни OpenCV-дің басқа кітапханалармен және жүйелермен бірігіп жұмыс істеуін қарастырады екен. Осындай бізде 8 негізгі бағыттарды қарастыруға болады OpenCV кітапханасы бойынша. Келесі, OpenCV-дің негізгі ерекшеліктері. OpenCV көптеген мүмкіндіктері бар деп айтылды. Олар қуатты бағдарламалық кітапхана. Енді оның негізгі ерекшеліктерін қарастырайық. Біріншісі, алгоритмді қуатты жүйе. OpenCV кескіндерді өңдеу, компьютерлік көру және машиналық оқытуға арналған үлкен алгоритмдер жиынтығынан ұсынады. Ол қарапайым операциялардан бастап күрделі нысан тану және ерекшелік анықтауға дейінгі тапсырмаларды орындай алады. Екіншісі, камера калибрлеуі, яғни бұл жерде OpenCV камера параметрлерін дәл баптауға арналған құралдарды ұсынады. Бұл 3D реконструкция, кеңейтілген шындық, яғни ER және нақты өлшеулер үшін маңызды. Үшінші ерекшелігі терең оқытумен интеграциялануы, яғни OpenCV танымал deep learning фреймворктермен бірігіп жұмыс істей алады. Бұл алдын ала үйретілген модельдерді пайдаланып, нысан анықтау кескінін, классификациясын және семантикалық сегментация сияқты тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. Төртінші ерекшелігі тиімді кескін енгізу және шығару. Яғни OpenCV-де әртүрлі кескін форматтарын қолдайды және кескіндерді оқу, жазу және өңдеу операцияларын тиімді орындайды. Соңғы ерекшеліктерді анықтау және шығару. OpenCV кескіннен бұрыштарды, жиектерді және негізгі
нүктелер сияқты ерекшеліктерді табуға арналған мықты алгоритмдер ұсынылады. Олар кескіндерді сәйкестендіру, тіркеу және бақылау үшін қолданылады екен. Және алтыншы ерекшелігі GPU үдетуі, яғни OpenCV графикалық процестері көмегімен күрделі есептеулерді жылдамдатады. Бұл кескін фильтрациясы және терең оқыту сияқты тапсырмаларды өнімділікті арттырады. Келесі интерактивті графикалық интерфейс, машиналық оқытудың қолдануы, нақты уақыттағы бейне өңдеу және көп тілдік қолдануы. Көп тілдік қолдануы, яғни OpenCV бірнеше бағдарламалау тілдерін қолдайды, соның ішінде C++, Python, Java және басқалары бар. Бұл оның әртүрлі жобаларға оңай енгізуге мүмкіндік береді. OpenCV-дің ең негізгі маңызы ол компьютер көруді дамытуда негізгі құралдарының біріне айналды. Жаңа айтқандай, ол бетті әлпетті тану, толықтырылған шындық және өзін-өзі басқаратын көліктер сияқты қолданбалы кеңінен пайдаланады. Нақты уақыттағы сурет пен видеоны талдауға арналған оңтайландырылған алгоритмдер ұсынылады. Сондықтан жылдамдықты, дәлдікті және масштабталуды талап ететін жүйелер үшін өте қолайлы болып табылады. Оның құрылымы төменгі деңгейлі жүзеге асыру арқылы есептеу тиімділігін арттыруға бағытталған, сонымен қатар қолдану жеңілдету үшін Python тілін қолданады. Осылайша OpenCV визуалды деректерді тиімді әрі ақылды өңдеуге қажетті икемділік пен өнімділікті қамтамасыз етеді. Жалпы адамдарды айырмашылығы компьютерлік суреттерді көрмейді, олар сандық матрицалар ретінде түсіндіріледі. Ол бірінші пиксель мәндері, бұл жерде әрбір сурет пиксельдерден тұрады, оны жақсы білеміз, және де әр пиксельде түс пен жарықтық мәндері сақталады. Түсте суреттер әр пиксель әдетте 3 мәннен тұрады. Олар бізде қызыл, жасыл, көк, оны бізде RGB форматы деп аталады. Келесі матрицалық көрініс сурет NumPy массиві ретінде сақталынады. Мұнда әрбір элемент пиксельдің қарқындылығын көрсетеді. Яғни сұр түсті суреттер 2 өлшемді массив, ал түсті суреттер 3 өлшемді массив болып келеді. Соңғысы бізде процессинг, яғни өңдеу. Бұл алгоритмдер осы массивтерді өзгерту арқылы шеттерді анықтайды, яғни edge detection арқылы, функциясы арқылы. Одан кейін бұлдырлату немесе объектіні анықтау сияқты түрлендіру жүзеге асырылады екен. Енді келесі біз осы OpenCV кітапханамызды бірнеше операциялық жүйелерді орнатуын қарастырайық. Ең алғашқы операциялық жүйеміз ол бізде Windows жүйесінде Python үшін, Python программалау үшін OpenCV-ді қалай орнатамыз. Ең алдымен Windows жүйесінде Python үшін OpenCV-ді қалай орнатуды және оның дұрыс жұмыс істейтінін тексеруді қарастырамыз. Орнату процесі қажетті талаптарды тексереді. OpenCV-ді орнату және нұсқасын жылдам тексеруді қамтиды. Ол негізгі қажетті талаптары: бірінші, Python орталығын болуы керек. Одан кейін pip, яғни Python пакет менеджері қолжетімді болуы тиіс. Әдетте Python-мен бірге ол өзі автоматты түрде орнатылады. Ескерте кететін жағдай, егер сізде Python орнатылмаған болса, Windows жүйесінде Python орнату туралы нұсқаулықты қарауға болады. Оны арнайы сайтқа кіріп, сол сайттан қарап, нұсқаулықпен танысуға болады. Енді Python-ды орнатудың бірнеше қадамдарын көрсетейік. Бірінші қадамы, бұл қадамда жүйеңізде Python орнатылған және оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексереміз. Ол үшін command prompt, яғни CMD деген кеңейтілімді жазу арқылы командалық промптты іске қосамыз. Одан кейін осы командалық строкаға Python версия нұсқасын тексеру үшін Python version деген команда береміз. Сол кезде сіздерде астына қай нұсқада қолданылатыныңызды шығарып береді. Мысалға, суретте қарайтын болсақ, Python 3.13.5 деген нұсқасы көрсетілген. Егер ол қате болған жағдайда, алдымен Python-ды орнатыңыз деген мәтін шығарып береді.
Екінші қадамы пип орнатылған тексеру. Енді пиптің қолжетімді екендігін тексереміз. Ол үшін төмендегі команданы енгіземіз, яғни pip -- v деген команданы енгіземіз. Егер pip танылмаса, оны орнату немесе пасқа қосу керек. Жолға, яғни командалық сұрағымызға жазамыз pip -- v деген. Одан кейін үшінші қадамда виртуалды орта, яғни оны құру және іске асыруды қарастырамыз. Бұл қадамда жобамыз үшін таза орта құрады. Төмендегі командаларды, яғни command prompt немесе PowerShell ішінде орындаймыз. Яғни ол командамыз бізде Python -m venv деген команда жазған кезде біздің екінші астыңғы жолға виртуалды ортада пакеттерді қақтығыстарды болдырмауға көмектеседі. Белсендіруден кейін терминалды venv пайда болады. Төртінші қадамымыз OpenCV-ді орнату. Яғни ең негізгі қадамымызға келдік. Яғни OpenCV-ді пакетін орнату үшін төмендегі команданы command prompt ішінде немесе іске қосылған виртуалды ортада орындаймыз. Яғни виртуалды орта деп атқанымыз PowerShell. Енді біз қазір командалық строкадағы OpenCV-мізді жазудың командасын орындайық, яғни оны орнату үшін қолданатын командамыз pip install opencv -- Python командасын береміз, одан кейін ары қарай процесс өзі жүріп бастайды. Ол орнатылып болғаннан кейін бізде соңғы жағында successful installed opencv -- Python -4 қай нұсқада қолданасыз, сол нұсқаның атын көрсетіп береді. Бесінші қадамы орнатудың тексеру, яғни Python программамыз орнатылды ма, OpenCV кітапханамыз орнатылды ма, орнатылмады ма тексеру. Ол үшін OpenCV-дің дұрыс орнатылған тексеру үшін төмендегі команданы орындаймыз, яғни Python -c import cv2 астына print cv2 version 2 төменгі сызықшаға жазу арқылы біз OpenCV кітапханамыздың дұрыс орнатылған, орнатылмаған тексеруге болады. Келесі бізде Linux операциялық жүйесінде Python программалау тілінде OpenCV кітапханасын орнату. OpenCV-ді орнату үшін жүйеде алдын ала Python және pip орнатылған болу қажет. Бұл жерде де жүйеде Python бар жоғын тексеру үшін келесі әрекеттерді орындаймыз. Ол бірінші терминалда, яғни терминалды шақыру үшін Ctrl+Alt+T пернелерін басамыз. Одан кейін келесі команданы орындаймыз, яғни келесі команда бізде қандай Python нұсқасы бар, соны жазу арқылы. Мысалы, біздің мысалымызда Python 3 нұсқасы үшін тексеретін боламыз. Команда жазамыз. Python 3 нұсқасы бойынша x.x version деп. Егер бұндай Python бұрыннан орнатылған болса, ол Python нұсқасы қолжетімді екені туралы хабарлама жасайды. Егер Python жүйесінде орнатылмаған болса, Linux жүйесінде Python орнату жолдарын қарап, берілген нұсқаулықтарын орындаймыз. Келесі pip Python тілінде жазылған бағдарламалық пакеттер мен кітапханалар орнатуға және басқаруға арналған пакеттер менеджері. Бұл pip нұсқасы, пакет менеджері Linux операциялық жүйесінде де қалай орнатылу керек, оны қалай тексереміз қарастыруға болады. Бұл жерде терминалға жазамыз. Терминалға pip жүйеде орнатылған тексеру үшін келесі әрекеттерді орындаймыз. Бірінші терминалды ашып, келесі команданы жазамыз, яғни pip 3 version бізге астына келесі жолымызға pip Python нұсқасы, қай Python нұсқасын қолданасыз. Одан кейін сіздерге Python 3/dist package Python 3.6 деп шығарып береді. Одан кейін OpenCV жүктеу және орнату. OpenCV бағдарламасын pip
тың көмегімен тікелей жүктеп алып, оны орнату басталады. OpenCV орнату үшін терминалға өтіп, келесі пәрменді тереміз, яғни pip3 install OpenCV Python деп. Яғни Linux, Windows операциялық жүйесінде және Linux операциялық жүйесінде де OpenCV-ді орнату және жүктеу командасы бірдей екен. Яғни орнатуды терминалға жазамыз pip3 install OpenCV Python. Ары қарай бізде процесіміз жүріп бастайды. Келесі ақпараттарды жинау және деректерді жүктеу, яғни команданы жазып болғаннан кейін бізде ақпараттарымыз жиналады, оның деректері жүктеледі, сол процесс орындалады. Одан кейін пакеттерді орнату процесі жүріп бастайды. Одан кейін аяқталғанын орнату процесі, яғни соңғы жағында successful installed numpy сызықша 1.18.1 OpenCV Python деген нәтиже шығарып береді. Соңында OpenCV дұрыс орнатылған тексеру үшін нұсқасына көру мақсатын келесі командаларды орындаймыз. Яғни Python 3 import cv2 и print cv2 нүкте төменгі екі сызықша version төменгі екі сызықша жазу арқылы бізде OpenCV кітапханамыз дұрыс орнатылған тексере алады екенбіз. Келесі Anaconda бойынша бізде жалпы Anaconda және OpenCV үшін талаптар қандай болу керек? Ең алдымен 32 немесе 64 биттік болу керек компьютеріміз. Miniconda үшін 400 мегабайт бос дискілер орны болу керек. Anaconda үшін жүктеу және орнату үшін кемінде 3 гигабайт бос орын болу керек. Anaconda орнату үшін Windows және Mac OS немесе Linux операциялық жүйелер болу керек. Және де біздің Python бағдарламалау тіліміздің нұсқасы 2.7, 3.4, 3.5 немесе 3.6 нұсқалары болу қажет. Жалпы Anaconda дегеніміз не? Anaconda бұл ашық кодты бағдарламалық қамтамасыз ету. Оның құрамында Jupyter, ноутбук, Spider сияқты құралдар кіреді. Олар үлкен деректерді өңдеу, деректерді талдау және күрделі ғылыми есептеулер үшін қолданады. Жалпы Anaconda Python және R тілдерімен жұмыс істейді. Spider Python тілінде бағдарламалау үшін қолданады. Python үшін OpenCV кітапханасы Spider ортасында жұмыс істей береді. Жалпы пакеттердің нұсқалары Conda пакет менеджері арқылы басқарылады. Анаконданы орнату процесін бастайық. Яғни бұл жерде Анаконданы орнату үшін continuum.io/downloads сайтына өтіп, Анаконданың соңғы нұсқасын жүктеп аламыз. Одан кейін өзіңіздің жүйеңізде архитектурасын сәйкес Python 3.6 версиясын нұсқасын таңдағыңыз көз жеткізесіз. Потом кейін орнату барысында барлық параметрлерді әдепкі, яғни дефолт күйінде қалдырып орнатып бастаймыз. Бірінші Windows ортасында Anaconda арқылы OpenCV импорттау қадамдары. Бірінші қадам тапсырмалар жолағына, яғни taskbar-ға Anaconda навигатор бағдарламасын іздеп, оны ашып бастаймыз. Бізде осындай нәтиже көрсетіледі. Екінші қадамда енді сіз әртүрлі операция опциялары бар мәзірді көресіз және мысалы Jupyter, ноутбук, Spider және тағы басқаларды көре аласыз. Бұл Anaconda ортасы болып табылады. Үшінші, Spider бағдарламасын таңдаңыз, себебі ол Anacondaның Python үшін арналған IDLесі болып табылады. Және де OpenCV кітапханасы осы ортада жұмыс істейді. Енді Anaconda үшін OpenCV-ді орнатуды қарастырайық. Бірінші қадамы Anaconda орнатылғаннан кейін Anaconda prompt бағдарламасын ашамыз, яғни төмендегі суретті ашылып көрсетілген. Одан кейін берілген команданы теріп, Enter пернесін басамыз. Ол командамыз бізде conda install сызықша S мен по OpenCV деген. Үшінші, енді осы Python бағдарламасында өздеріңіз программаларыңызды OpenCV кітапханасын импорттап, кескіндерді өңдеу функцияларын қолдана алады екенсіздер. OpenCV-дің негізгі функцияларына тоқталатын болсақ, OpenCV-дің кескіндер мен матрицаларды өңдеуге арналған төмендегі деңгейлі операциялар орындайтын негізгі құрылымдық элементтер. Бұл функциялар OpenCV-дің негізгі құрайды және де кітапханадағы көптеген жоғары деңгейлі функциялар мен алгоритмдерді қолданылады екен.
OpenCV әртүрлі форматтағы суреттер мен бейнелерді оқу және жазу функцияларын ұсынады. Сонымен қатар ол кескіндерді өңдеудің негізгі операцияларын да қамтамасыз етеді. Кескіндерге арифметикалық амалдарды қолдану, пиксельдерді басқару және түс кеңістігін өзгерту болып табылады. Сондай-ақ OpenCV Python тілінде матрицалармен жұмыс істеуге арналған функциялар жиынтығын ұсынады. Мысалы, қосу, азайту, көбейту және кері матрицаны есептеу сияқты операциялар. Негізгі функцияларына тоқталатын болсақ, OpenCV-дің негізгі функцияларын компьютер көру мен машиналық оқыту қосымшаларын әзірлеу үшін өте маңызды. Олар күрделілік алгоритмдер мен функциялардың негізін құрайды, және әзірлеушілер кескіндер мен матрицаларды тиімді түрде өңдеуге және басқаруға мүмкіндік береді. Негізгі функцияларына тоқталатын болсақ, ол бірінші бізде CV2 тең IMRead. Бұл жерде бұл функция файлдарын суреттерді оқып, оның матрица түрінде қайтарады. Оның форматтары JPEG, PNG және VMP сияқты әртүрлі кескінді форматтарда қолдайды. Екінші функциямыз CV2 IMWrite. Бұл функция суреттер файлға әртүрлі кескін форматтарында, мысалға JPEG, PNG, BMP түрінде жазу үшін қолданады. Үшінші, CV2 Video Capture, яғни бұл функция камерадан немесе файлдан бейнені түсіріп, оны матрица түрінде қайтарады екен. Сонымен қатар ол файлдан бейне кадрларын оқу үшін қолданылады. Төртінші функциямыздың аты CV2.VideoWriter. Яғни бұл функция бейне кадрларын файлға жазу үшін қолданылады. Ол әртүрлі кодектер мен кадр жиіліктерін пайдаланып бейне файлдар жасауға мүмкіндік береді. Соңғы ең негізгі функциямыз CV2.imshow. Яғни бұл OpenCV-дегі бұл функция кескінді терезеден көрсету үшін қолданады. Ол екі аргументті қабылдайды: терезенің атауын және көрсетілген суретті қабылдайды екен. Осы негізгі функцияларына берілген, ең негізгі функциясына берілген мысалды қарастырайық. Яғни мына жерде бізде файлдардан, құжаттардан суреттерді оқу үшін қолданатын функциямыз CV2.imread функциясын қарастырайық. Бұл жерде бірінші жолда import CV2 командасы берілген, яғни керекті библиотекамызды импорттаймыз. Екінші жолда image-тең cv2.imread dataflyer.jpg. Бұл жолда айнымалымыз img image атауына бізде берілген функциямызды меншіктейміз, яғни imwrite деген функциямызды. Одан кейін жақшаның ішінде көрсетілген сөзіміз, ол біздегі файлдан оқылатын суретіміздің аты болып табылады. Үшінші жолда, яғни кез келген кескініміз, яғни суретіміз бізде RGB форматында сақталады. Соны біз программамыз тез жұмыс жасау үшін оны бірінші сұр түске түрлендіріп аламыз. Яғни сұр түске түрлендіру үшін қолданатын функциямыздың аты cv2.cvt_color. Ол жерде қолданылатын негізгі параметрлеріміз image, яғни суретіміздің аты, одан кейін cv2.color төменгі сызықша BGR to gray параметрді қолданады екен. Яғни BGR форматынан сұр түске түрлендіру болып. Соңғы жолымызда, яғни осы оқылған суретімізді бастапқы атауынан басқа ат беріп сақтау функциясы көрсетілген. Ол функцияның аты cv2.imwrite. Яғни біздегі ең бастапқы аты суретіміздің dataflyer.jpg болса, енді оны біз gray сұр түске түрлендіріп барып, gray image.jpg деген атпен сақтайды екенбіз. Келесі, осы 5-ші дәріс бойынша берілген бақылау сұрақтары, әдебиеттер тізімі, және де назарларыңызға рахмет.